Herkese merhabalar. Bugün biz Türkçe'de barış септігін өтеміз. Кімге, неге, қайда деген сұрақтарға қалай түркше дұрыс жауап беру керек, соны қарастыратын боламыз. Түркшеде ол киме, не, нерее деген сұрақтарға жауап болып табылады. Және ол мынандай ае, және дауысты дауыссыздығына қарай жаңағы Y арқылы жасаушы еді, дәл солай сол жалғаулармен жасалынады. Және Е немесе Я, Е деген сияқты. Сөйлемдерді қарап өтейік. Kime kitabı veriyorsun? Kimге kitapты бересің? Kime kitabı veriyorsun? Kime? Babama kitabı veriyorum. Babam, benim babam. Және оған жалғадық. Benim babama kitabı veriyorum. Babama kitabı veriyorum. Anneme veriyorum. Kardeşime veriyorum. Eşime veriyorum. Çocuk болса, к болса қалай болатын еді? К, г-ға айналатын еді. Мысалға çocuk. К, г-ға айналатын еді. Мысалға çocuk, а жалған кезде çocuğa болмайды, ол çocuğa. Çocuğa dokunma. Балаға тиіспе. Çocuğa dokunma. Bugün kime gidiyorsun? Bugün қайда барасың, Kimге барасың? Bugün kimге барасың? Bugün Ali'ye gidiyorum. Ali дауыстыға біткен соң Y-тен жауап басталынады. Ali'ye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Қайда барасың? Okula gidiyorum. Okula gidiyorum. Және мынау жіктеу есімдіктерінде талдап өтейік. Бән, бана, маған деген сөз, маған, сән, сана, саған, бар септігі. Ол, оған, бізге, сізге, сіздерге, оларға. Кімге, ғаге, қаке деген, яғни Е арқылы, мынау арқылы ғана жасалады екен, ғаге дей салайын қазақшадағы. Енді жаттығуларды қарап өтейік. Жаттығуларда не дейді бізге? Бірінші жаттығу. Али бүгін дауыстыға бітті, театроя gidiyor. Öğrenciler teneffüse дауыссыз çıkıyorlar. Ayşe kitaplarını çantasına koyuyor. Яғни мына н деген алдыңғы сабақтарда болған еді ғой. Оның çantасы, н деген сол кейбір септіктерде осы жалғаулардың алдына қосылып жасайды. Оның çantası емес, çantası я емес, çantasına koyuyor. Kitaplarını çantasına koyuyor. Қайда деген сұраққа жауап береді. Öğretmen sınıfa giriyor. Öğrenciler minibüse biniyor. Fatih resimlere bakıyor. O tahtaya yazıyor. Bugün piknik болатын еді, к, г-ға айналады, yumuşak G'ге, pikniğe gidiyoruz. Hırsız eve giriyor. Otobüse biniyorlar. Öğretmen öğrencilere ders anlatıyor. Kedi kapıya bakıyor. Babamın yanına gidiyorum. Ahmet'i soru sormayın. Ahmet'i. Biz bu akşam misafirlere gidiyoruz. Осылай. Кімге, неге, қайда деген сұраққа жауап береді. Келесі сөйлем. Anne. Anneye, anne, мына сен дегенге келтіруіміз керек. Anne sana, саған, çok kızıyor. Sen ona para veriyor musun? Oğan. Abla bize yemek yapmıyor. Arkadaşım bana kitap getiriyor. Size bir sürprizim var. Ona lütfen yaklaşma. Oğan өтінемін, жақындама.
Сізге бір сюрпризім бар. Досым маған кітап алып келе жатыр. Осылайша, яғни өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Kete verelim bize izin vermiyor. Ruhsat vermey жатыр. Onlara gitmek istemiyorum. Onlara bargım kelmeydi. Bize kızmayın. Renjimеңіздер. Onlara yardım ediyoruz. Оларға көмектесіп жатырмыз. Осылайша, келесі нені де септікті өте керек. Бұл жақта кімнен, неден, қайдан деген сұрақтарға қалай жауап береді екен. Және оларға дан ден, тан ден жалғанады. Бізде ол қандай септік еді өзі? Дан ден, тан ден. Ең соңғы септіктердің бірі еді ғой. Дан ден, тан ден бұларда да. Nereden geliyorsun? Yani исходный падеж деп қойыпты. Бастапқы. Қайдан келесің? Откуда ты идешь? Қайдан келесің? Келе жатырсың. Piknikten geliyorum. Piknikten geliyorum. O okuldan çıktı. Қайдан шықты? Мектептен шықты. Ben köpekten korkuyorum. Мен иттен қорқамын дейді. Енді мен сен ол деген жіктеу есімдіктерін жіктейтін болсақ, онда бәндан менен, сенен, одан, бізден, сізден, олардан. Nereye geliyorsun? Ой, кешіріңіз, pardon. Қайдан келе жатырсың? Nereden? Қайдан келе жатырсың? Nereden? Жіңішкеге жіңішке, жуанға жуан. Çocuk yataktan kalkıyor. Pencereden bakıyor. Fatih benden hoşlanmıyor. Meni unutpaydı деген сөз, ya. Öğrenciler dersten çıkıyorlar. Dedemden bana miras kalıyor. Kimden korkuyorsun? Benden para isteme. Менен ақша күтпе, ya. Менен ақша сұрама, менен күтпе, менен қалама. Futbol sahasından geliyorum. Yani несінен? Футбольный площадка ма сондай. Mehmet'ten yardım bekleme. Biberden hiç hoşlanmıyorum. Kara perec, ya. Sarımsaktan nefret ediyorum. Cık görüm deydi sarımsaқты. Onlardan bize fayda yok. Bizge ешқандай пайда жоқ. Onların yeni evinden çok beğendim. Yani өте қатты ұнаттым. Şu adam bizden yardım istiyor. Bizden көмек күтіп тұр. Zehra'dan mektup aldım. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Sizden bir нәрсе сұрасам бола ма? Zehra'dan хат алдым. Деп кете береді екен. Осылайша, яғни кімнен, неден, қайдан деген сұраққа жауап алдық бүгін біз. Және кімге, неге, қайда деген сұраққа қалай дұрыс жауап беру керек екенін түсіндік деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.